Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі бірінші сабағымыз мен зерттеуші бөлімінен басталып, бүгінгі сабақтың тақырыбы мен зерттеушімін. Бүгінгі сабақта сіздер қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерттеуге қажетті жағдайларды және тұлғалық қасиеттерін анықтау не екенін ұғынасыңдар. Ең алдымен бірінші сыныпта өткенді қайталап алайық. Бірінші сыныпта біз өсімдіктер және оларға күтім жасау туралы, үй жануарлар мен жабайы жануарлар туралы, адамның дене мүшелері мен сезім мүшелері, дұрыс тамақтану ережесін, траектория туралы, ғаламшар туралы, жарық, дыбыс туралы өттік. Миға шабуыл әдісін қолданып, адасқан әріптер арқылы бүгінгі сабақтың тірек сөзін анықтап алайық. Қандай сөз шығады? Әрине, зерттеуші. Зерттеуші үшін не қажет? Ақпарат көздеріне не жатады? Зерттеушілердің эксперимент жүргізуіне қажет болатын заттар мен құралдарды ресурстар деп атайды. Бұл жаратылыстану сабағы болғандықтан бұл жерде зерттеу жұмыстары мен эксперименттерді көп жүргіземіз. Бізге ең қажетті құралдар ол сағат, күнтізбе, лабораториялық ыдыстар, микроскоп, интернет желісі мен компьютер, сағат, ұлғайтқыш әйнек, сызғыш, қалам мен дәптер қажет. Оның барлығын біз ресурстар деп атаймыз. Зерттеу жұмысын жүргізу үшін ең алдымен жоспар бойынша жұмыс жасау қажет. Ең алдымен бірінші өздеріңізге сұрақ қоясыздар. Ол сұрақ арқылы болжам жасаймын, ресурстарды пайдаланамын, шаманы өлшеймін, шаманы өзгертемін, деректерді дәптерге жазамын, салыстырамын, талдаймын. Барлығын жасап болған соң, ең соңына қорытынды жасаймын. Бұл зерттеу жұмысының негізгі жоспары. Зерттеуші қандай қасиеттерге ие болу керек? Ең қажетті сөздер осының ішінде шыдамдылық, жауапкершілік, жалқаулық, қызығушылық, жауапсыздық, байқағыштық. Осының ішінде зерттеушіге ең тән қасиеттер ол байқағыштық, қызығушылық, жауапкершілік, шыдамдылық. Осы кесте арқылы сіздер зерттеушіге қажетті тән қасиеттерді білесіңдер. Келесі сіздерге мынандай зерттеу жұмысы. Жаңағы жоспарды қолдана отырып, сұрақ қоямын, болжам жасаймын, ресурстарды пайдаланамын, деректерді салыстырамын, талдаймын, қорытынды жасаймын. Осы зерттеу жұмысын алға қоя отырып, мынандай зерттеу жұмысын жасайсыздар. Қажетті заттар жиналған өсімдіктер, өсімдікті кептіруге арналған қағаз қоры, газет, жапсырмалар. Сұрақ, өсімдікті жинап, сақтап қою мүмкін бе? Осыны сіздер зерттеп көріңіздер. Кез келген өсімдікті алып, керек жоқ оқулықтың арасына немесе газетке арасына қойыңдар. Одан кейін, біраз уақыттан кейін тексеріп көріңіздер. Тәжірибе жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын естен шығармаңыздар. Бұл суретте жаңағы өсімдіктерді кептірудің нәтижесінде шыққан жұмыстар. Сіздерде де осындай жұмыстар шығуы мүмкін. Әртүрлі өсімдіктерді кептіріп, әртүрлі жануарлардың немесе композиция жасауға болады. Бұндай кептірілген өсімдіктерді біз гербарий дейміз. Гербарийдің қабырға панелі, немесе сурет, фотоальбом, немесе бетбелгі, карта, немесе сыйлық ретінде күзгі кәдесый болуы мүмкін. Көптеген жағымды эмоцияларды аласыңдар. Осы суретке қарап, осыған ұқсас зерттеу жұмысын жүргізіңіздер. Бүгін сонымен сіздер өткен тақырыптардың барлығын Вен диаграммасына саламыз. Ақпарат көзі біз зерттеу жұмысын жүргізу үшін ең алдымен ғаламтор, кітап, адам, бақылау, эксперимент тәжірибе арқылы біз ақпарат көздерін аламыз. Одан қолданатын ресурстар үлкейткіш әйнек, микроскоп, сызғыш, қолба, сағат, таспа өлшемдері қолданылады.
осылардың ортақ белгілерін анықтап көрейік. Бұл зерттеушілердің эксперимент жүргізуіне қажет. Яғни зерттеуге ақпарат көзі керек және ресурстар керек. Бүгінгі сабақты қорытындылап өтейік. Тәжірибенің негізгі белгілерін анықтадыңдар, ақпарат көзінің маңыздылығын түсіндіңдер, экспериментке қажетті ресурс түрлерін ажыраттыңдар. Бүгінгі жетістік баспалдағы бүгін сабақтарды барлығын түсінсеңіздер, өте жақсы түсіндім дейсіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақтарым бар дейсіздер. Егер жартылай жақсы түсініп, жақсы түсіндім дегенді белгілейсіздер.